Кайырлы таң. Бүгін таңғы асқа тез әрі дәмді жасалатын таңғы ас дайындаймыз. Бізге қажетті зат: жұмыртқа, сыр, колбаса, лаваш, майонез или творожный сыр керек болады. Жұмыртқамызды жарып, тұзымызды сеуіп, араластырып аламыз жақсылап. Колбасамызды 4 бұрыштап тураймыз. Сырымызды теркадан өткіземіз. Сметана қолдансаңыздар да болады. Осылай жағып аламыз лавашқа. Колбаса, сырды сеуіп, лавашымызды ораймыз. Жұмыртқамызға салып, екі жағын қызып тұрған майымызға қуырамыз, екі жағын. Таңғы асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.